қаланың байлығы тек жер асты құндылықтары мен табиғат ананың сұлулығында ғана емес, қазақ елінің мәдени, рухани құндылықтарын ескі архитектуралық ескерткіштер де сақтап келе жатыр. Ғасырлар бойы зиярат етушілер мыңдаған шақырымдарды артқа тастап, киелі жерге табан тіреген. Мен де бүгін осындамын. Түркістан қаласына келген бойда бірден еліміздегі ең әйгілі туристік орындардың бірі Қожа Ахмет Яссауи кесенесін көргім келді. Бұл жерге келмес бұрын бір нәрсені ескеруді ұмытпаңыз. Алдымен Арыстан баб кесенесіне барып түнеу керек. Арыстан бабқа түне, Қожа Ахметтен тіле. Түркістанға саяхаттап келушілердің ең жиі еститін сөзі осы. Тарихтан жақсы білеміз. Арыстан баб Ахмет Яссауидің ұстазы болған. Мұнда келушілердің көбі түнемелге қалып, тілек тілеуді дәстүрге айналдырған. Ежелгі уақытта Түркістан қаласы Ұлы Жібек жолының бойында 9 жолдың торабында тұрған. Жер жаһаннан келетін саудагерлер жолай өтіп, қасиетті жерге тәу етіп қайтатын. Ал қазір керісінше келушілердің барлығы кесенеге ағылады. Мұсылман әлемі үшін оның орны бөлек. Халық арасында тіпті екінші Мекке деп атап кеткен. Мына құдықтағы судың дәмі ащы. Арыстан бабқа келіп, түнеп, тілеуіңізді тілеп, таңертең осында келіп су ішу керек. Және өміріңіздегі соңғы ащы тамшы осы болсын деген ниет білдіру қажет. Енді міне мен де бүкіл әлемге әйгілі Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне кіруге дайын. Баға жетпес өнер туындысы 36 бөлмеден тұрады. Ертеде бұл тайқазаннан жұма намазынан шыққан адамдар дәм татқан. Ал таза қоладан жасалған мына шырағдан ақсақ темірдің кесенеге берген тартуы. Айта кетуіміз керек, кесененің өзі әйгілі қолбасшының бұйрығымен тұрғызылды. Тағы бір қызық дерек, кесенені салу кезінде үлкен қиындықтар болып қайта-қайта бұзыла берген көрінеді. Сол кезде ақсақ темір алдымен Арыстан бабқа кесене тұрғызуға бұйырады. Содан кейін ғана Ахмет Яссауи кесенесінің құрылысы сәтті аяқталды. Қазақстанның батыс өңіріндегі Оғланды шатқалында Бекет ата жерасты мешіті бар. Ерекшелігі сол, мешіт тұтас жартасты ойып жасалған. Жоқ, бұл үңгір емес. Мешіттің ішінде бөлмелер бар. Мешітке кіру үшін 1 шақырымға созылатын жолды жүріп өтесіз. Бұл да ерекше ибадат саналады. Жол бойы көрген қиындық пен машақатқа өкінбейсіз, себебі Бекет ата мешіті ғажап көрінісімен таң қалдырады. Жергілікті шырақшының айтуына қарағанда, мұнда жыл сайын шетелден 1000-нан астам турист ат басын шалдырады. Ал ең қызығы, олардың көбі Жапониядан. Бірақ дәл қазір оның жұмбақ сұлулығына тоқтамауды жөн санадым. Одан да келіп, өз көзіңізбен көргеніңіз абзал. Көпшілігі бұл жердің тылсымы мен ерекше көрінісін тамашалау үшін келеді. Оңтүстік өңірлердегі зәулім мәдени мұраларымыз секілді сәулет өнерінің белгісі байқалмаса да, мешіттің өзіндік аурасы бар. Қазақстанның мешіттері мен кесенелері маған несімен ұнайды?
Дүние құндылығынан бөлек мәдени ескерткіштер бір-біріне мүлде ұқсамайды. Достар, жаңа ғана біз үңгірде орналасқан Бекет ата мешітімен таныстық. Ал енді Ақ мешітке келдік. Бұл киелі жер сіздерді таң қалдырады. Жүріңіз. Жер астындағы Ақ мешіт. Кезінде осыдан біраз жыл бұрын үңгірге түсу үшін адамдар арнайы арқан түсірген. Кейін қызығушылық танытқан жандардың саны көбейген соң қажеттілік туындады. Міне осындай саты салынды. Ал қазір ыңғайлы, кең осындай баспалдақтар бар. Осы арқылы түстік, енді қайтадан көтерілеміз. Шынымды айтсам, бұл жердің энергетикасы ерекше. Оны сөзбен айтып жеткізе алмай тұрмын. Дегенмен толық сезінемін, түсінемін десеңіз, міндетті түрде осында келіңіз. Бұрын оны Бәйдібек ойпаты дейтін. Ғаламат қуатқа ие жер. Бекет ата мешітінен гөрі осы Ақ мешітті үңгірдің ішінде деуге болады. Кейбіреулер оны жер астындағы үңгір деп те атайды. Аңызға сенсек, мұнда кіретін де шығатын да есік болмапты. Үңгірден дүниенің төрт тарабына созылатын жерасты жолы болған деседі. Кейіннен жерасты жолы жабылып қалып, мешіт қаңырап бос қалған. Тек 20 ғасырдың соңына қарай күмбез опырылып түскен соң, адамдар оның мешіт екенін байқаған. Үңгір жайлы тек осындағы ауыл тұрғындары ғана білген, ал мешітті ең алдымен шопандар байқапты. Табиғаттың тосын сыйы туралы хабар ел-елге желде есіп тарайды. Сөйтіп, мыңдаған турист ағыла бастайды. Оның ішіндегі ауа қашанда сырттағыдан жақсы. Қыстың үскірік аязында да, жаздың аптап ыстығында да үңгірдің іші үнемі жайлы болып қала береді. Тағы бір аңызға қарағанда үңгірді Айдахар мекендепті. О баста үңгірдің ауызы тар болыпты. Айдахар үлкейген сайын кірерде де, шығарда да қанатымен төртіп үңгірдің аузын кеңейтіпті. Мұнда міндетті түрде келіңіз. Оны көзбен көріп, ауасын сезіну қажет. Ал енді тағы бір мешітті көрсетейін. Оның да таңдай қақтырар жерлері бар. Оны Будда мешіті деп те атайды. Қытай сәулетшісі Хон Пик бастаған үздік шеберлер салған туынды. Сондықтан сыртқы көрінісі Қытай стиліне келеді. Ғасырдан артық уақыт тұрған мешіт 1892 жылы салынған. Отанына барған Хон Пикті Қытай билігі құрылыс құпияларын жария еткені үшін дарға асты. Міне осымен менің бұл жолғы сапарым өз мәресіне жетті. Түйіндей келе айтатын болсам, еліміздің қасиетті жерлеріне келіп, рухани демалыс алдым. Расымен бекер айтпайды екен. Киелі орындарға келіп, жаның тынышталады. Бізбен бірге ұшы-қиыры жоқ қазақ даласы туралы қызық деректерді біліп қана қоймай, лайк басып арнамызға жазылыңыздар.